Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы әрі құнарлы қарапайым қайнатпа сорпаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құрамындағы қоспаларды тек қайнатып жасағандықтан бұл сорпа өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен етімізді дайындап аламыз. Менде бұл жерде шамамен 1 килограммдай қойдың еті ірілеп осылай кесектеп турап алдым және сүйектерінен де араластырдым. Құйрық майынан да қоссаңыздар болады. Тек қана қойдың еті болуы шарт емес, жылқының немесе сиырдың етін де пайдалануға болады. Етіміздің үстінен салқын су құйып, отқа қоямыз. Қазанның қақпағын жауып, толық қайнап шыққанша күтетін боламыз. Қайнағаннан кейін осылай бетінде көбіктер пайда болады. Бұл артық көбіктерді сүзгіштің көмегімен осылай алып тастаймыз. Көбігін алып тастағаннан кейін сорпамызға дәміне қарай тұз саламыз. Лавр жапырағы мен ірі қарабұрыштан кішкене қоссаңыздар болады. Және де орташа көлемдегі 2 пиязды осылай бүтіндей салып, қазанымыздың қақпағын жауып, орташа отта шамамен жарты сағаттай қайнатамыз. Ал енді сорпамызға қосатын көкөністерді видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ірілеп турап шығамыз. Қалауларыңызға қарай қызанақты қоссаңыздар да немесе қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Қызанақ сорпаға ерекше түспен дәм беретіндіктен мен біреуін қосып салдым, және де картоп пен пиязды видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ірі бөлшектерге бөліп турап аламыз. Менің каналымнан шығатын жаңа видео рецептерді жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Турап алған көкөністерімізді қазанымызға салып, тағыда сорпамыздың толық қайнап шыққанын күтетін боламыз. Толық қайнағаннан кейін оттың астын бәсеңдетіп, қазанымыздың қақпағын қиялап жауып, тағыда шамамен 1,5 сағаттай қайнатамыз. Біздің сорпамыз барлығын қосқанда 2 сағаттай осылай баяу отта қайнап шықты. Көріп тұрғандарыңыздай етіміз өте жұп-жұмсақ әрі керемет болып пісіп шықты. Сорпаның бетіне қалауыңызға қарай укроп немесе көк пияз сепсеңіздер де болады. Біздің құнарлы, дәмді әрі пайдалы сорпамыз осымен дайын. Дәл қазіргі тұрақсыз күз мезгілінде осы сорпаны жиі-жиі дайындап тұруға кеңес беремін. Менің видео рецептерім сіздерге ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұрсена.